1994 жылы Техас штаттық полиция бөлімшесіне телефон қоңырауы келіп түседі. Бірақ қоңыраудың артынан ешқандай дыбыс естілмейді. Полиция қоңырау келген мекенжайды анықтап, сол жерге барады. Барып қараса, тастанды үй тұр екен. Үйдің сыртынан ешқандай оғаш нәрсені байқамай ішке кірсе, олар сұмдық нәрсені көреді. Барлықтарыңызға сәлем. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып арнамызға тіркеле кетейік. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз Оливия Мейблдің сұмдық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Бұл оқиға басқа оқиғалар секілді бақытты отбасыдан бастау алады. Трэвис және Оливия Мейбл отбасы болып, көп балалы болуды армандаған. Солай болашақ балаларымыз тамаша аулада ойнап күліп жүру керек деп, соған сай үй іздейді. Арадан көп уақыт өтпей, дүниеге тұңғыш Эйдан атты сәбилері келеді. Екеуі осыған орай Техас штатының Селина қаласынан баспана сатып алады. Олар бұл жерді болашақ балалары үшін нағыз керемет орын деп санады. 1983 жылы отбасы жаңа үйлеріне көшіп келеді. Эйдан 7 жасқа келемін дегенше ата-ананың қамқорлығын толықтай көрді. Эйдан көп уақытын үйде емес, далада ойнап өткізетін. 1991 жылдың 13 наурызында таңертең әдеттегідей Эйдан далаға ойнауға кетеді. Ол тек түскі ас уақытына дейін үйге оралуы қажет еді. Бірақ сол күні ол үйіне оралмайды. Ата-анасы ол ойынның қызығына кіріп, уақытты ұмытып кеткен шығар деп ойлайды. Солай тамақ суып қалмай тұрғанда, олар оны шақыруға кетеді. Бір кезде олар Эйданның тоғаннан мәйітін көреді. Бұл қайғылы жағдай отбасына өте қатты әсер етіп, екеуі айырылысып кетеді. Трэвис қайғыдан айырылу үшін жаңа өмір бастаса, Оливияға жаңа өмір бастау қиынға соғады. Оливия жұмысқа баруды да қойып, ешкіммен араласпай кетеді. Трэвис кеткеннен соң, Оливияның достары мен туыстары ол үшін қатты алаңдайды. Қанша қоңырау соқса да алмай, хат жазса оқымай, үйіне дейін барса да ешкімге есік ашпайды. Тіпті далаға шығудан қалып, тамақты тек тапсырыс етіп алдыратын болды. Уақыт өте келе, Оливияның айналасындағылар онымен арақатынасын тоқтатады. Біреулер ол әлі сол үйде тұрып жатыр деп ойласа, кейбіреулер оны көшіп кеткен шығар деп ойлайды. 1994 жылдың 27 ақпанында Селина қалалық полиция бөлімшесіне бір түсініксіз қоңырау түседі. Кезекші қоңырауды алса, тұтқаның арғы жағынан ешқандай дыбыс естілмейді. Бір кезде тұтқаны біреу қойып тастағандай байланыс үзіледі. Алғашында ол қоңырауға қатты мән бере қоймайды. Кейіннен дәл сондай тағы 2 қоңырау түскеннен соң, полицейлер қоңыраудың келген жерінің мекенжайын анықтап, сол жаққа аттанады. Қоңырау Оливия Мейблдің үйінен келіпті. Үйді бірнеше жыл бұрын қараусыз тастап кеткенде, есіктері де ашылмағанына біраз болған. Полициялар үйдің ішінде біреу көмек сұрап отырған жоқ па деп есікті бұзып кіреді. Үйдің іші шашылып, қалың шаңнан демалу қиын. Барлық бөлмелер сұмдық жағдайда. Бірақ бір бөлмеден басқа. Бұл Эйданның бөлмесі еді. Бөлменің іші тап-таза, заттар өз орындарына ұқыпты орналасқан. Бөлменің ортасында тербелмелі орындықта Оливия Мейбл отыр. Қолында балаға ұқсас қуыршақ. Қуыршақтың үстінде Эйданның киімінің бір бөлшегінен жасалған көйлегі бар. Оливияға қарама-қарсы Эйданның құрбандық үстелі орналасқан екен. Үстелде Оливияның Эйданға арнап жазған хаты, баланың суреттері, ойыншықтары және бірнеше шамдар бар. Зерттеу жұмыстары Оливия 2 ай бұрын қайтыс болып кеткенін көрсетеді. Бірақ Оливия жазған бір хатта полиция үйге кірер күннің уақыты жазылған. Ал хатты Оливия Эйданға арнап жазған екен. Менің Эйданым, сен мені кешір. Бар кінә менде. Мен бұндайға жеткізбеуім керек еді. Мен кеттім. Енді сен мені ұстауыңа жол бермеймін. Сен жаман зұлым жаратылыссың. Анаң саған қарай бара жатыр. Эйдан,
Менің тәтті Эйданым. Анашың сені жақсы көреді. Үстелдегі нәрселерден Оливия әртүрлі рәсімдер жүргізгені көрінеді. Үстелдің жан-жағында сары қағазға түсініксіз тілде жазылған сөздер бар. Кейіннен бұл сөздердің аудармасы жасау, тірілту екендігі анықталды. Оливия осы арқылы түрлі рәсімдер жасаған секілді. Оливия 2 ай бұрын өмірден кеткен болса, телефонмен полицияға кім соғуы мүмкін? Есік терезенің бәрі бекітулі еді. Полицияның өзі есікті бұзып әрең ашты. Сонымен қатар телефон шаң басып басқа бөлмеде жатқан. Үйге кірген полицейлердің ішінде Франческо Сантьяго атты қызметкер іштен бір түрлі сезімді сезінгенін айтады. She was just sitting in a chair and I can't tell, like, we still don't know how long she had been there for. She was just there, dead, and there was a crib in the corner. It was very strange, I would say. There were a lot of photos and personal objects on that, and candles, and I wouldn't even recommend going into. There was something just really evil in that house. Басқа журналистер де одан сұхбат алғысы келеді. Бірақ ол бұдан бас тартып, енді өзін және туыстарын мазаламауын өтінеді. Осы жағдайдан соң ол тұратын жерін, араласатын адамдарын барлығын ауыстырған. I've dealt with enough harassment on this case. I've moved house, I've moved state, I've moved from everything and the people I've known. I can't deal with this anymore, mentally, emotionally, or physically. So please do not call me anymore or anyone in my family. Dios quiera que no encuentren lo que están buscando. Осылайша видеомыз аяқталды. Еңбегімізді бағалау мақсатында лайк басып, арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Және бүгінгі видео туралы пікірлеріңізді комментке жаза кетіңіздер. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.